Челгыже Святослав Вакарчук узды өткерележек парламент сайлавларында иштирак этежек. Бүгін о голос саяси фарқанын мейданға кетірілігі қында илан етті. Саяси күчнің шәрі голос керчегден ішмелер фарқасы. Вакарчук саясетке азарланғаныны бойле изатлады. Украина халық талап еткен керчегден ішмелерге мұқтачдыр. Русияның тәжавузыны хатырлады ве мемлекет душманға қаршы турмақ ве өстелікі сөзлігіні қорчаламақ керек олғаны қошты. Челгыжының фырқасында гоннуллилер, Донецк авалиманындан кибаркве сабық меморлар. Экибін еді сенесі Вакарчук әнді юқары радаға сайланылған еді, ама бір елдан сон озистігінен сесеттен чықты. А сьогодні, на жаль, Верховна Рада Язық ки ама бүгінде юқары радамыз, кележегімізні йоқ еткен зерлі бата қалана келді. Бұны дініштерме керекміз. Украинда бұна асыл япылғанындан әркез безді. Біз Украина хисады вастасынен паралар қырсызланғанындан бездік.